WorldSkills в мире, в Казахстане, в Мангистау. WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. WorldSkills International обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование высочайшего уровня мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей, промышленности и секторе обслуживания. Ассоциация основана в 1946 году. В настоящее время объединяет участников из 75 стран. Штаб-квартира секретариата находится в Амстердаме. В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после Второй мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор испанской молодежной организации Хосе Антонио Элола Оласа. В 2015 году из Мангистауской области на национальном чемпионате участвовали 2 студента. По компетенции сварочные работы История Жамбыл, студент Мангистауского политехнического колледжа, и по компетенции ресторанное дело повар Мусина Мирамгуль, студентка Мангистауского колледжа туризма. Национальный чемпионат WorldSkills Казахстан проведен в период с 12 по 15 сентября 2016 года в городе Астана. Чемпионат включил соревнования по 15 компетенциям. Наша область представляет 14 участников по 14 компетенциям в течение 4 дней. Наши студенты боролись и заняли призовые места по 3 компетенциям. Первое место – золотая медаль по компетенции «Кондитерское дело» заняла студентка Мангистауского колледжа туризма Кулбаева Мульдер. Второе место – серебряная медаль по компетенции «Облицовка плиткой» занял студент ТО «Актауский транспортный колледж» Казанской академии транспорта и коммуникации имени Тынышпаева Арахбай Даурен. Третье место – бронзовая медаль по компетенции «Дизайн одежды» получила студентка Жанаузенского политехнического колледжа Комикбаева Казна. Победители регионального чемпионата по 14 компетенциям включены в состав национального чемпионата WorldSkills Казахстан. Управлению образования Мангистауской области было вручено благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Казахстан за профессиональную и оперативную организацию проведения регионального чемпионата, а также почетный знак за вклад в развитие проекта WorldSkills Казахстан. 2017 жылғы WorldSkills ұлттық чемпионатына 14 құзыреттілік бойынша 14 студент қатысып, нан пісірісі құзыреттілігі бойынша Алкувадова Тілектес және аспазысы құзыреттілігі бойынша Жалғасбаев Айбат Маңғыстау туризм колледжінің студенттері 1-ші орын иеленді. Бейнеу политехникалық колледжінің студенті Сұлтанғалиев Еркебұлан инженерлік графика құзыреттілігі бойынша 2-ші орын. Халел Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау политехникалық колледжінің студенті Егеубаев Берекет токарлық жұмыс бағдарламалық басқару станоктарында құзыреттілігі бойынша 3-ші орын иеленді. 2017 жылы 22 мемлекет қатысқан Краснодар қаласындағы WorldSkills Russia 5-ші ұлттық чемпионатында Алкувадова Тілектес пен Сұлтанғалиев Еркебұлан қатысып, 2-ші, 3-ші орындарды иеленді. WorldSkills чемпионатының жеңімпаздары облыс әкімінің қабылдауында болып, сый-сияпат көрсетілді. 2017 жылы Абу-Даби 44-ші әлем чемпионатына Алкувадова Тілектес, Сұлтанғалиев Еркебұлан қатысып, өздері таңдаған мамандықтарды әлемдік деңгейде қорғап, тәжірибе жинақтады. Минск қаласында өткен WorldSkills Беларусь 2018, Будапешт қаласында өткен Euroskills Будапешт 2018 чемпионатына қатысушы Қазақстан құрама командасында Маңғыстау облысынан 2 қатысушы болды. Олар Сұлтанғалиев Еркебұлан, Жалғасбаев Айбат. 2018 жылға WorldSkills ұлттық чемпионатына Маңғыстау облысынан 19 құзыреттілік бойынша 20 студент қатысты. Маңғыстау туризм колледжінің студенттері Кабиева Камила, кондитерісі, және Санайлова Сервана қонақүй әкімшілігі құзыреттіліктері бойынша 1-ші орын иеленді. Кірпішті қалау құзыреттілігі бойынша Аманжолов Найзабай, Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжінің және Наубайшы ісі
құзыреттілігі бойынша Мархаба Ясем Маңғыстау туризм колледжінің студенттері екінші орын иеленді. Инженерлік графика құзыреттілігі бойынша Жайлауов Сырым Бейнеу политехникалық колледжінің және мейрамханалық қызмет көрсету құзыреттілігі бойынша Перпелюков Андрей Маңғыстау туризм колледжінің студенттері үшінші орын иеленді. 2019 жылы WorldSkills Қазан чемпионатына Маңғыстау облысынан қонақ үй әкімшілігі, нан пісіру, кондитерісі құзыреттіліктері бойынша 3 студент қатысты. Чемпионат аясында Маңғыстау облысының колледждері Ресей Федерациясының құзыреттілік орталықтарымен шарттар жасасты. Сонымен қатар, чемпионат аясында өткен Junior Skills байқауында Жаңаөзен қызмет көрсету және жаңа технологиялар колледжінің студенті Тұрар Ердәулет майлау және безендіру жұмыстары құзыреттілігі бойынша күміс медаль иегері атанды. 2019 жылы Нұрсұлтан қаласында өтетін WorldSkills Қазақстан республикалық чемпионатында 29 құзыреттілік бойынша 30 қатысушы бақтарын сынамақшы. Чемпионатқа қатысушылар Беларусь мемлекетінің колледжінде, Москва қаласындағы Демжеморе компаниясында, Алматы, Астана қалаларында, Көкшетау жоғарғы колледжінде, Қапшағай қаласындағы Кнауф Германия қауымдастығы компаниясында, Медиана жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде, Семей қаласындағы электротехникалық колледжінде, Ақтау машина жасау зауытында, Кибер бағдарламалау мектебінде, Каспиан Ривера қонақ үйінде, Қазақстан Каспиан Offshore Industries жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде және де әр құзыреттілік бойынша колледждердің серіктес мекемелерінде тағылымдамадан өтіп, іс тәжірибелерін толықтырды. Тұңғыш президентіміздің бастамасымен елімізде жүзеге асып жатқан жастар саясатының басым бағыты кәсіби білім білігі әлемдік стандартқа сай жас мамандар буынын қалыптастыру. Әрқашан және барлық жерде жұмысшы кадрлар сұранысқа ие.